Сәлем, болашақ турагент. Сізге осы видеоны түсіру маған Таиландта бұйырған екен. Сіз дәл қазір Таиландта түсірілген видеоблогты көріп отырсыз. Егер сіз саяхаттағыңыз келеді, өзіңізбен бірге туристерді алып, өзіңіздің авторский турыңызды жасағыңыз келеді, но бір білімнің аздығы, қалай бастарыңызды білмей жүрсеңіз, дәл осы видеоурок сізге арналады. Сіз тура жолдасыз. Негізі туризм деген табысы мол, өте бір күшті сала. Оған мен өзім дәлелмін. Бір жылдың ішінде мен өзімнің жеке пәтерімді қаланың ортасынан 3 бөлмелі, одан кейін жаңа автокөлікті алдым. Ал енді біздің сабақты не үйренесіздер? Яғни біздің курста не үйренесіздер? Біздің курста, яғни менің курсымда сіздер турагент дегеніміз кім, оны атқаратын қызметі қандай, туризмнің қандай түрлері бар, жаңадегі турларды қалай ұйымдастырамыз, турпакет неден тұрады, ол құжаттарды қалай шығарамыз, серіктестермен қалай договорға отырамыз, соның барлығын үйреніп шығатын боласыздар. Ал енді бірінші сабағымызды бастайық. Туризм өте табысты сала деп айттым. Бұл туризмді табысап келетін салалар көп. Жалпы бізде ішкі туризм және сыртқы туризм деген бар. Ішкі туризм ол шекара аумағынан шықпайтын өзіміздің елдегі саяхаттау. Ал сыртқы туризм біздің шекара аумағымызда шығатын ал және жақын шетелдерге саяхатымызды біз сыртқы туризм деп атаймыз. Ал енді осы туризмнің ішінде туристардың сұранысы бойынша біз бөліктерге бөліп қойғанбыз. Мысалы, туристің сұранысы ол пляжный отдых болуы мүмкін. Мен қалада суетаны көтере алмаймын, тек қана жаңағы теңіз бен пляж, тамақ болса болды дейтін адамдар кісілер болады. Ол бірінші бізде жағажайлық туризм. Бұл жағажайлық туризмға байланысты екі түрлі сезонға бөлінеді. Бірінші сезон ол жаздық маусым, екіншісі қыстық маусым. Жаздық маусым және қыстық маусым деп бөлуі ол ауа райына байланысты бөлінген. Жаз айларында бізде баруға қолайлы елдер жатқызамыз. Қыстық айларында жаңағы пляжға жатып, жағажайға күнге қызырылып, суға түсуге ыңғайлы елдерді айтатын боламыз. Мысалы, қыстық маусым бізде сентябрьден апрельге дейінгі айларды қамтиды. Ал жаздық маусым, яғни апрельден жаңағы сентябрьге дейінгі уақытты қамтиды. Енді қараңыз, жаздық маусымға біз Турция, Греция және Европа елдерін жатқызуға болады. Өйткені ол жақта жазда кәдімгідей күн ыстық болып суға түсуге болады. Ал қыста ол кезде қолайсыз. Ал қыс кезінде қай жаққа барамыз? Қыс кезінде бізде Біріккен Араб Әмірліктері, Дубай, Абу-Даби бар, семейный отдыхқа жақсы Шарджа бар. Одан кейін Египетке барады көбісі, міне Таиланд, Вьетнам, Фукок деген бар. Одан кейін Қытайда қазір Саня өте жақсы дамып жатыр. Осы секілді елдерге барады. Сұранысы бойынша біз жібере аламыз. Екінші бізде сұраныс ол экскурсионный турлар, яғни экскурсиялық турлар. Екінші бағыт. Бұл жерде біз экскурсиялық тур дегеніміз не? Белгілі бір елдің мәдениетін, архитектурасын, жаңағыдегі тамақтануын, дәстүрін, барлығын білгілеріңіз келетін болса, осы экскурсионный турға барамыз. Экскурсия, яғни біз жерді зерттейміз ғой. Мысалы, біреу Турцияға мен экскурсионный тур сұрап тұрса, сіз міндетті Стамбул, Каппадокия, және Трабзон, Анкараға жіберіңіз. Ал пляжный отдых сұрайтын болса, Анталия, Алания, Бодрум деген бар, Кемер. Болмаса бізде Дубай, Біріккен Араб Әмірліктері, Біріккен Араб Әмірліктеріне біз экскурсияға көбінесе Дубайды аламыз. Ал пляжный отдыхқа Шарджа және Абу-Дабиді көрсетеміз. Одан кейін келесі бағыт бізде бизнес-шоп, яғни бизнес-триптер жасау арқылы сіз табыс таба аласыз. Оған біздің Қытайға жасаған турымыз дәлел. Біз 3 поток жаңағыдегі бизнес иелері бар, кем дегенде 5 миллион оборотпен барған кісілер алып барған болатын тұмыз, оның өзіне виза кезінде. Одан жақсы пайда таба аласыздар. Қазір біз енді Харгос пен Түркістан деген сияқты екі ортада автобустар шығарып тұрамыз. Ол жерде қай елден не зат алған тиімді? Мысалға, Турция бізде текстильмен әйгілі. Стамбул қаласынан біз киім,
жаңағыдегі сумка алсақ болады. Ал детский киімдерді, сосын мынау полотенце болады ғой, постельный белье, вот соның барлығын Бурсадан алсаңыздар болады. Ал алтынды көбісі бізде Дубайдан алып келеді және Ереваннан алып келеді. Сонысын Индияға барып сіздер мата алып келе аласыздар. Таиландта бізде препараттар шығаратын заттар келеді. Енді көп адамның қолы жете бермейді. Одан кейін бізде Қытай. Ең бірінші орында Қытай тұр. Қытайда барлық заттар шығады, енді білесіздер ғой. Сосын Корея. Кореяда медициналық аппараттарды алып келуге болады. Және де косметологиялық заттарды алып келсеңіздер өте тиімді және оның маржасы да жақсы. Емдік, шипажайлық туризм. Емдік туризмге қай елдерге барсақ тиімді. Яғни бір адамдардың сұранысы бойынша өздерінің дерттеріне шипа іздеп барады. Бізде ол саламен айналысамыз, бірақ оны мен активно вообще сторисқа салмаймын, реклама жасамаймын. Бір адамның қасіретінен деп айтайықшы, қайғысынан мен өзіме қуаныш жасап, өзіме табыс байынан осылай келіп жатыр деп айтқым келмейді. Бірақ менің өзімнің аудиториям бар, бұл жерде сарафанный радио жақсы жүреді. Бізде ең бірінші клиенттер қайда барады? Оңтүстік Кореяға, қатерлі ісік ауруларына және пластикалық хирургияға барады. Сіздер пациенттерді апаратын болсаңыздар, ең алдымен ол кісілердің жаңағыдегі досьесін жібересіздер ол жақтағы дәрігерлерге, ол жақтағы дәрігерлер сізге кері байланыс береді. Солар кісілердің шақыртуымен сіздер бара аласыздар. Және де паспорт контрольдан ешқандай бір проблема болмайды ол жаққа кіретін кезде. Кореяда пациенттердің жеке шотында, яғни депозитінде міндетті түрде кем дегенде $3000 мен $7000 арасында депозит болу қажет. Дәл осы Кореяның альтернативный вариант деп айтамыз ғой біз. Ол Турция, арзанырақ түрі. Одан кейін біздегі химикатсыз емдеу ол Қытайда. Қытай өте дамып кеткен, білесіздер, иә. Сосын мына протез бар ғой, адамның ми түйсігімен саналы түрде байланысып тұратын, ол бізде Германияда, көбінесе осы Германиядан алып келеді. Сосын қан тобы, жаңағы донорство бізде Индияда және Иранда қатты дамыған. Әлемдегі жалғыз қан алмастыру донорство орталығы бізде Иранда бар, және пересадка орган жасайтын барлық мүшелер бар, жалғыз Индияда орналасқан. Яғни Иран, Индия осы сала бойынша алда тұр. Одан кейін бізде ол экстремальный туризм. Экстремальный туризмна нелер кіреді? Тауға өрмелеу, жаңағы жаяу жүріс, атпен шабу, вот соның барлығы осы бізде экстремальный туризмға кіреді. Рафтинг бар, неде жүзу. Енді турагент дегеніміз кім? Оның қызметі қандай деген сұраққа жауап берейін. Турагент дегеніміз туроператордың өнімін жүзеге асырушы. Енді осы жерде туроператор кім деген сұрақ туылуы мүмкін. Туроператор аэропорт, жаңағыдегі авиабилеттер, то есть қонақ үйлер, оны күтіп алатын трансферлер, соның барлығын жасақтап, шетелдік серіктестермен байланыс жасап, бізге дайын турпакетті жасап береді. Турпакеттің құрамына бізде авиаперелет кіреді, одан кейін қонақ үй, туристің қалауы бойынша тамақтану концепциясымен, одан кейін медстраховка, туркод, групповой трансфер, аэропорт, отель, аэропорт. Негізгі турпакеттің құрамына осылар кіреді. Осы өнімнің бәрін жасап, бізге туроператор береді, турагент оны сатады. Яғни киімді шығаратын фабрика туроператор, оны сататын магазин бізде турагент болып тұр. Яғни турист пен туроператордың ортасын жалғап тұрған көпір деп те айтсақ болады. Естеріңізде болсын, тур агенттер лицензиямен жұмыс жасамайды. Оларға жұмыс жасау үшін ешқандай лицензияның қажеті керек жоқ. Ол бізде Министерство туризмнің сайтына тіркеліп, осы реестрға талон уведомление арқылы жұмыс жасайды. Ал туроператорға міндетті түрде лицензия керек. Лицензияның өзі екіге бөлінеді. Ол ішкі туризмге және сыртқы туризмге. Ішкі туризмнің лицензиясын алған жандар сыртқы туризммен де айналыса алмайды. Сыртқы туризмнің лицензиясын алған жандар ішкі туризммен айналыса алмайды. Өзінің определенный меркалары болады. Осын есте сақтабаңыздар. Кейбір қазір не көп таяқ тастасаң болды, турагенттерге түсетін болды ғой, тур ұйымдастырушылар көп. Бірақ соның мен сіздерге айтайын 50%
лицензияланған жаңағыдай турагент деп жазып қояды да, естеріңізде болсын, ондай жазып позор болып жүрмеңіздер. Турагентство ашу үшін не істеу керек? Пошаговый действиесін айтып кетейін, иә. Бірінші шаг, сіздер ИП немесе ТО ашуларыңыз қажет. Ол ИП немесе ТОда ЭЦП плюс және мөр болу қажет. Негізі ИПлар мөрсіз жұмыс жасай береді, бірақ қарсы тарап талап етсе міндетті түрде мөр болу керек. Бізде қарсы тарап міндетті түрде талап етеді. Екінші, бізде кез келген банктен счет ашылу керек. Ол Каспи Пэй болсын, немесе Хоум банк болсын, Народный банк, БЦК банк, любой банктен бизнеске арналған счет ашасыздар. Және оны аппарат қосасыздар, кассовый аппарат. Кассовый аппаратқа сіз сатып алуың қажеті жоқ. Біздің приложение бар ғой телефондағы. Вот солар жұмысқа жарай береді. Одан кейін бірыңғай турагенттердің реестріне тіркелу керексіздер. Ол e-лиценз сайт арқылы тіркелесіздер. Оны алдағы видеоларда көрсететін боламын. Енді ең соңғы шаг бізде ол Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген заңды туроператорлармен договорға отыруларыңыз қажет. Ол туроператорлардың тізімін мен сіздерге қазір мына жаққа прикрепить кететін боламын. Енді біз турагентство қалай ашылатынын білдік, иә. Осы жерде бір сұрақ тұрады. Турагентство ашар кезде ИП немесе ТОға жетпе. Оны қазір осыдан кейін сұраққа жауап беремін. Сізге ең алдымен турагенттер қалай табысын есептейді? Осы сұраққа жауап берейік. Турагенттер табысты туроператордың берген комиссионкасы арқылы келеді. Мысалға, кейбір алғашқы ашылған турагенттерге 5%, 10% және 7% беру мүмкін. Сіз туристтар заявкалар толтыру арқылы, инфотурға бару арқылы өзіңізге плюс комиссионкалар балдар жинай бересіздер. Орта есеппен алған кезде 5%-тен 15%-ке дейін сізге жаңағыдай комиссионка береді. Ол қалай болады десеңіз, 600 мың теңгеге сіз тур сататын болсаңыз, 10% сізге туроператор жаңағыдай комиссионка беруі мүмкін. Сол 600 мың теңгенің 10%-ы бізде 60 мың теңге, иә. 60 мың теңге сіздің таза доходыңыз болады. Тағаны 540 мың теңге ол жаңағыдай туроператордың шотына саласыз. Авиабилетке, қонақ үйге, медстраховка, туркод, трансфер, соның барлығын дайындап беру үшін. Ал енді осы жерде сіздің таза табысыңыз 60 мың теңге болып тұр. Тағы бір сұрақ бар, жаңағыдегі ИП ашқан жақсы ма, ТО ашқан жақсы ма? Енді өздеріңіз білесіздер. ИП ол заңды тұлғаның, яғни сіз өзіңіздің тікелей шотыңызға байланысты. Егер сіздің шотыңызда проблема болса, ИП-ның шотында проблема болады, ИП-ның шотында проблема болса, сіздің шотыңызда проблема болады. Одан кейін жаңағыдай ИП-да бір рисктер болатын болса, сіз өзіңіздің жеке басыңыздағы дүние мүлікпен жауап бересіз. Ал ТО-да бұл жерде ондай емес. Құрылтайшы болады, оны сата аласыз, ИП-ны сата алмайсыз. ТО-ны сатып жіберсеңіз болады. Енді біз барлықтарыңызға ТО бірден аш деп айтпаймын, но ТО-ның бір жақсы жері осы. Ал енді налог жағына келетін болсақ, ИП таза табыстан 10% төлейді, ТО 20% төлейді. Ол қалай десеңіздер, турагентство упрощенкамен жұмыс жасамайды. Общий установленный режиммен жұмыс жасайды. Бұл қатып қалған қағида. Егер сізде упрощенкамен жұмыс жасауға болады деген кісілер болса, қашып кетіңіз, онда бухгалтер жұмысаламаңыз. Өйткені сіздің бизнесіңізді құрдымға кетіреді. Ал енді қалай сонда мен тапқан табысымның 10%, 20%-ын беріп отырсам, өзім тауып отқан 10% болса, қақта қалды ақша деуіңіз мүмкін, иә? Ол былай. Жаңағыдегі айттық қой сізге таза табыспен доход и расходты есептеп, таза маржаның ішінен төлейсіздер. Мысалға 600 мың теңге жаңағы сатқан туыңыз, иә, 10% сіздің комиссионкаңыз, 60 мың теңге таптыңыз. Енді осы 60 мың теңгенің ішінен ИП болсаңыз 6%, ТО болсаңыз 12% төлейсіз. Осымен біздің сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақтарда авиарейстер туралы айтатын боламын. Сұрақтарыңыз болса, қойып кетсеңіз болады.